Мен қазіргі уақытта есірткі үшін бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан ұлдың анасымын. Шынында да азаннан кешке дейін мен және менің жұбайым үнемі жұмыста болды. Ұлым үйде қадағалаусыз қалды. Қадағалаусыз қалған уақытта пайдаланып, ол осы кезде жаман компанияға байланысып, университеттің сабақтарын өткізіп жібере бастады. Үйде түнеуді де қойды. Мен оның қалтасынан пипеткалар жиі таба бастадым. Бұл не деген сұрағыма ұлым әрқашан агрессивті, жынданып, айқайлап жауап беретін. Баламмен жайда ұрсып та, айқайлап та, алдап та сөйлесіп көрдім. Күйеуім екеуміз бұл өтпелі жас, переходный возраст басылатын шығар деп ойладық. Одан басқа да мен ұлымның өзінен өзі ашуланып, тамақтануды және ұйықтауды да қойды. Өзінен өзі аза бастады, салмағын жоғалта бастады. Үйдегі құнды заттар жоғала бастағанын байқадым. Бақылаудың, қадағалаудың болмауына байланысты біз айта аламыз, ұлымыздан айырылдық. Біздің үйге полиция қызметкерлері келіп ұлымды ұстаған кезде мен олардан ұлымның есірткіге тәуелді екенін және сатып жүргенін білдім. Қазіргі уақытта менің ұлыма есірткі затын сатқан үшін менің ұлым 9 жылға сотталды. Мен барлық ата-аналар мен балаларға ескерту жасағым келеді. Менің жіберген қателігімді сіздер қайталамаңыздар. Балаларыңызға назар аударыңыздар, қадағалаңыздар, көңіл бөліңіздер және есірткіден аулақ болыңыздар. Балаларыңыздың өмірі сіздердің қолдарыңызда. Балаларымыз біздің болашағымыз, ұрпағымыз, біздің ізімізді жалғастырушымыз.